Мысық Семенға ескерткіш. Ресейде Мурманск қаласында Семен атты мысыққа ескерткіш қойылды. Шыны керек, ерекше жағдай. Сонымен оқиға 1987 жылы орын алған. Синишин әулеті кезекті бір алыс сапардан үйге қайтып келе жатады. Олармен бірге мысық Семен де бар еді. Өкінішке орай, жолда көп жерде аялдағандықтан мысықтарын жоғалтып алады. Үй иелері мысықты қайта келеді деп ойламағанда сыңайлы, себебі үйге қарай жол қаншама шақырымды алып жатыр десеңізші. Бірақ 6 жыл өткен соң мысық ойламаған жерден үй алдында тұр. Түрі шаршаңқы, әбден әбіржігені, қиналғаны түрінен байқалып тұр екен. Өмірде әр түрлі жағдайлар болып тұрады. Жануарлар да ақылсыз, сезімсіз дейміз, бірақ кейде солардың түйсігі біздікінен артық па деп ойлап қаласың. Өзіңіз ойлап көріңізші, 6 жыл сол мысық қанша қиындық көрді, дегенмен 6 жыл бойы оны үйге қалайда ораламын деген арманы бір сәт есінен шыққан жоқ. Үйге жету үшін мысық 2000-нан астам шақырым жүріп өткен. Адалдық өлшеуге келмейтін бағалы қасиет.